осы 500 жыл болсын, 40 жылдан бәріміз келісе берейік. Одан бөлек кішкене біздің конверттеріміз бар еді, сол подарок, соны қабыл ете берейік. Сіздерді қонақ болып кетсін деп ниет қылдық. Сол ниетімізді ақтабасыздар, келіп жатсыздар. Оған үлкен сіздерге алғыс, рахмет білдіреміз. Біздің көңіліміз әрқашан және көкте болып тұр қазір. Енді және Рахия апайымыз айтты ғой, жәндегі кешіріңдер деп айтты ғой, дұрыс па класстар? Бәріміз кешіреміз ғой, ә? Сол сияқты ол Рахия апайымыз бізді адам болсын деп ұрысқан. Сол сияқты мынау біздің кішігіне жәндегі балдардан конвертіміз бар. Мынау материальный ущерб дейді ғой сіздерге. Бізден де қанша не қалса ғой, сіздер жәндегі зардап шеккенсіздер ғой, материальный ущерб ретінде көресіздер ғой. Рахия апай. Құрметті қос ұстаз, бұл кісілердің өздері ағызған осы 79 жылғы ағалардың әдемі ұрандары бар. Соны бірге қосылып айтайық. Уақыт өзгеру мүмкін, бірақ Біз өзгермейік. әрқашан біргеміз деп қояйық та, біз әрқашан біргеміз. Аман болыңыздар. Ұстаздар қауымы, асырда мәдениет жайғастырайық. Ұстаздар қауымның арнайы дастархан мәселе жайғастырайық. Біз енді осындағы тамаша таудың бөктерінде осы қос әпкеміздің алғашқы дәмі дайын болған екен, соны ұсынсақ деп жатыр енді. Дәм дайын болса алып келіңіздер. Дайын екен. Біз істейміз. Дәмге қараңыздар. Қолға алып, шабыттанып, толғанып, шықты міне өреңім, асабасы бұл тойдым, ер жанаты середім, ұнар болса қалқыма, кеш басасам деп едім, сәлем қой сөздің патшасы, бас сейіп сәлем берім, мереке құтты болсын. Енді құрметті ұзақ жақынан келген барша сыныптастар, барша аға, жеңге, әпкелер, шырайлы Шымқалада тамада көп, Жетісайда 70 тамада бар, Асқатада 60 тамада бар. Сол тамадалардың арасынан сотталып, іріктеліп, електен өтіп, тендерден жеңіп, бүгінгі осынаға 30 жылдық мерекелік кешті ағалардың 30 жылдық мерекелік кешті басқаруға маған бұйырған екен. Осынаға, осы кешке арнайы алып келген Қуаныш ағаға, Сәбит ағаға бір қол соғып қойыңыздар шығады кейін. Енді жеңгелеріміз сырттай таниды ғой, бірақ енді әпкелеріміз танымау мүмкін. Мен енді өзім таныстырайын, сол Асқата кентінде тұрамыз, есім Ержан болады, осы қуанышқа келіп қалдық. Ал құрметті барша аға, жеңге, әпкелер, құрметті ұлағатты ұстаздар қауымы, тойдың шымыры ашылды, көтер көкке басыңды, алып отыр ағайын, алдыңдағы ағыл төгіл асыңды, ондай болса бастайық, біз де әнмен шашуды. Ән көңілдің ажары, бала үйдің базары, жақсы әндер шырқалса елдің авар назары. Құлақтан кіріп бойдалар әсеменмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді шешең мен шеше деп ағауыз Ақынабай жырлағандай, қазақтың думаны думан болама, көмірлеген күй болмаса, қазақтың думаны думан болама, әуелеген әні болмаса деп жақсы тілек айтқан қос ұлағатты ұстаздың құрметіне
елордасы Астана қаласынан арнайы осы 30 жылдық мерекелік кешке ұшақпен ұшып келген жұлдыздай қыздарыңызға қол соғып қоясыздар. Енді біздің қос апайдың құрметіне Шәмші қайда бұл күнде Шәмші қайда деп, о апайлардың құрметіне Шәмші көкеміздің әндеріне бір тамаша попури болады енді. Ұстаздардың құрметіне мереке құтты болсын. Жұлдыз қыздарыңыз келіп жатыр мінекей. Қайырлы кеш құрметті қонақтар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Көңілді күй, көңілді кеш болсын. Сіздер үшін барлық әндерім. Biz ikimiz beş şişekte yetin güldedik. Postası bağıcı şirtimiz dedik. Karşı jır yürüsekti kalbim can kırgan. Bırak karşı duramadı aksolda kırgan.
қол соқпайсыздар. Енді құрметті ағалар, құрметті әпкелер, құрметті барша бүгінгі кеш қонақтары. Тұршылайық, біреуді олысаңыз. Құрметті ағалар, әпкелер және де кеш қонақтары, бұндай күн, бұндай сәт қайта келе бермейді. Енді тамадан қолынан ешерсі келмейді. Сіздер маған патешкі беріп, ойынға десе ойынға көңілді бөліп бәріміз атсалсақ, бүгін кеш керемет өтеді. Сондықтан да атсалсайық, құрметті барша 30 жылдық мерекелік кешіміздің қонақтары. Енді өзі тамаша керемет сөз бар ғой, бой қызбай, той қызбайды деп жатамыз. Сондықтан да қызметтегі ағаларымыз тағы да көңілдің бал шарабынан құйып қойыңыздар. Енді қыз деген тілеулес, біз енді біраз қыздарды шақырғанбыз, шамалы жұмыс бабы шығып қалды. Сондықтан да осы кешке арнайы келіп жатқан қос бірдей әпкелерімізді сахна төріне шақырсақ деп жатыр. Шолпан әпкемізден Мейрамкүл әпке бар болса, сахна төріне мархабат. Келіңіздер, қыздар болма. Қошемет! Билеп шығамыз. Сені көрсе дейді бәрі пай-пай-пай-пай. Сонда сенің сұлулығың қандай-қандай. Жүгірдексің жігіттерді ойбай-ойбай. Өзге жанмен болып жүрме әмбай-жәмбай. Тек жүгіріп шығамаушы айғайлатпай. Қалдырмаған сенсіз жаным талақ батпай. Кездесуге келе алмадың өткен жолы. Сен де мен де бұт тұрады ондай-мұндай. Сен келе алмадың, мен бара алмадым. Сен ауылдасың, мен қаладамын. Бірге жасайтын көмек арманым. Келші қалаға айтам қалғаным. Сен келе алмадың, мен бара алмадым. Сен ауылдасың, мен қаладамын. Бірге жасайтын. Рахмет. Билеген қос әпкеміз және де билеген ағаларымыз 100 жасасын. Билемей отқан кісілер 105 жасасын. Қош келіпсіздер. Көңіл күйлеріңіз күшті ма? Тамаша ма? Жалпы сыныптастарыңызды көріп, қос ұстаздарды көріп, көңілдеріңіз бір марқайып қалды ау деймін. Таза ауада. Ал енді байлар жандар? Сіз екеуіңіз патешке тұрсыздар ма? Рахмет. Аман болыңыздар. Енді осылай кешке алтын уақытын бөліп, класстастардың кешінде тамаша құттықтау тілекті арнайық деп, ұстаздарды көректеп келіп жатқан қос әпкеміздің тамаша сыныптастарға деген, ұстаздарға деген құттықтау тілегіне сәл шамалы назар аударайық, қол соқпайық. Қайсымыз бастаймыз? Ой, баяғыда сеншірің деп жатқанда пойыз жүріп кеткен екен. Бастайық. Құрметті екі апайым, тағы бір ағай отыр еді ғой, сіздер ұстаздар, сіздерге ұзақ өмір тілеймін. Бақытты болыңыздар, еш уақытта ауырмаңыздар, 100 жасаңыздар. Рахмет сіздерге, осынша бізге білім беріп, осы дәрежеге жеткеніңізге шүкір Аллаға. Класстастар, 30 жылдық құтты болсын. Әрдайым дастархандарың кең болсын. Жігіттер, көп рахмет, ырзамын сіздерге. Енді Құда қаласа 40 жылдық, 50 жылдықта 4 көзіміз түгел аман есен жете берейік. Алға 79-дар. Біздің қыздардың атынан жігіттерге сыйлығымыз, келіндерге сыйлығымыз бар. Құрметті бүгінгі мен балалық шағымды бірге өткізген
сыныптастарым, ұстаздарым, мынау әдемі отырыстың куәсі болып отырық. Барлығымыз осы жерде отырып кездескендеріңізге өте қуаныштымын. Төрт көзіміз түгел болып. Осындай 30 жылдық мерейтойы жалғаса берсін. Құдай қаласа 40 жылдықта төрт көзіміз түгел болып аман есен сол 40 жылдыққа жете берейік. Барлықтарыңызға тілерім денсаулық, бақыт, байлық тілеймін. Еліміз аман, заманымыз тыныш болсын. Мынау жігіттерге рахмет, осындай жігіттердің қасындағы келіншектерге де рахмет. Негізі ер адамның алға қарай ұмтылуы, жақсы болуы ол әйелінің жақсылығынан. Мынау осы жерде отырған мен жеңгелерім, бірі жеңгем болады, бірі әпкем болады. Осы сіздерге де үлкен рахмет. Осындай қолдау көрсетіп, біздің жігіттерді өте әдемі қылып, осындай дәрежеге жеткізген сіздердің арқаларыңыз. Негізі біздің жігіттер мамандық таңдау мен жар таңдауда қателеспеген екен. Осының бәрін арқасы біздің апайлардың арқасы. Осы дәрежеге жеткізіп отқан бірінші Алла, ата-анамыз және ұстаздың арқасы. Рахмет сіздерге, тағзым етемін. Басымды ием сіздердің алдарыңызда. Осындай бізге жақсы үлгі тәрбие бергендеріңіз үшін мың алғыс. 79-дар тек алға жасаймыз. Енді Шолпан әпше, Мейрамгүл әпше деп шақырдым ғой. Әбекең неғып жүгіріп шықты десем, көрші болып тұрған екен ғой, көрші болып тұрған екен, арада сеткі болмаған екен. Енді құрметті Рахия апай, құрметті Хадиша апай, бұл шәкірттеріңіз, осылағы Шолпан әпкеміз сіздердің жолдарыңыз қуып жатыр екен. Ұстаз екен. Шырайлы шын қалада Әуезовта ма? Мұхтар Әуезов университетінде ұлағат ұстаз, декан, жақында профессорге тапсырып жатыр екен. Енді сіздердің жолдарыңызды қуып жатыр екен. Мына ұстаздан шәкірт озат деген бар. Сондықтан да біз осындағы 79-ші аға жеңгелердің атынан қос әпкемізге сый құрметімізді табыс етіп қояйық. Енді ортаға бір әдеби сілтесі болайық. Алыңыздар. Рахмет, музыка. Бірінші жыл 40 жыл жұмыс істегеннен кейін әлі де басқарғым келіп, әлі де тәрбие бердім деп отыр қысқасына. Әлі де ұрыстың деп отыр. Мынаның ішінде бір-екі арақ шығарып ішпедім. Менің сенен ұсыным Ержан айналайын. Мынау қыздар да, балдар да, келіндер да сөзге шығады ғой, кеткеннің іші шығады ғой енді. Сол уақытта әрқайсы мен білмеймін мынау кім, нені бітірді. Неше ұл бар? Не бітірді, ол қай жақта тұрады, қандай оқиды, қандай жұмыс тұрады. Оның қасы бар, айтшы десем, мынақта ұшу батыр, музыка батыр да. Сол үшін, қазір 30 жылдығымызды біз қарсы алып жатқаннан кейін, мен қазір өзім 75-ке келдім, мысал үшін да. Мен ары қарай бардым ба жоқ ма, бір Алла біледі. Шын айтқанда, сол үшін жарасам да, жарамасам да мен баруым керек. Соңғы рет болса да мен осы балдарымды, қыздарымды азғандай болса көруім керек деген ниетпен келдім. Сол үшін міне шопанның не болып істегенін білмеймін. Мына күннің мейрамның не болып істегенін Кезек. Мемлекеттен көрдім. Сөйтіп кейіннен бір 30 жылдық деген енді жіберді телефонға. Сосын бар. Мынадай жас күнде мынадай әрқайсысы сөйтіп көріп жатырмын да, соның арқасында мен қазір болмасам танымаймын ғой. Ал егер ондай хабардың немесе жамағаттың немесе анау күмет, мынау күмет дейді. Сол сүннеттерін бұрынғы сүннетімен
қазіргі суреттерін көріп танып жатырмын да, сол жаңа Әсілбек айтты, сен абарсып кеттің дедің да, мысалы ана суретте бұрынғысы басқаша, қазіргісі басқаша. Қайрақса сондай, бұрынғысы басқаша. Мен де сондай, мен де баяғы жас көтіп суретімді қойып, ойбай мен осындай сол секілді. Айтады қазір. Рахия апайымыздың айтқанына түгелдей қосыласыздар ғой, қазір қыздарға уақыт берейін. Білесіздер, осынаға біздің Аслан деген ағамыз дүниеден өткен екен, және де Анипа деген әпкеміз дүниеден өткен екен. Кеше осы сыныптастар Асқата кентіндегі Асқата холл мейрамханамызға кеше осы екі кісіге жақсыны жақсыны айт, нұртасын жаманның жаманын айт, құтығаш дейді ғой. Осы екі кісіге аруақтары риза болсын деп, сол кісілердің жалпы туыстарын шақырып, аруақтарға құран бағыштап, кеше өзіміздің Асқата кентіндегі Асқата холл мейрамханасына бала шағасын бәрін жинап, тамаша ас берді. Аруақтар бұраунап тұрып жатқан жар. Ал енді осындағы Қайрат ағамыз, Нұрлан ағамыз, Қуаныш ағамыз осы екі отбасыға қаржылай көмек көрсетіп жатыр. 100 мың теңгеден екі отбасыға арнайы беріп жатыр. Алладан қайтсын. Және де бүгінгі осы қос Аслан ағамыз және Анипа әпкеміздің қыздары келген екен. Олар қазір арнайы ол кісілерге де тағы да сыйлықтарымыз беретін боламыз. Сол кісілердің аруағы үшін деп риза болсын дейміз. Енді құрметті ағалар қауымы, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыздар. Біз енді бөліп жармаймыз, баршаларыңыздың тірелесіздер ғой енді. Енді бағана жақсылық айтқан қос әпкем мен енді сахна төріне арнайы тағы да шақырамыз. Жеңгелерге деген арнайы подаркасын беріп аламыз ба? Келіңіздер енді. Ол енді мәртебені жасырмай арнайы беретін сыйлығымызды. Айдай сен жүзің, ирідікті қоғынлай қызыл. Бүгін қос әпкеміз ерекше болып кепті, әдем болып, бір-бірінен әдем болып кепті. Енді бағана апайымыз айтып кетті, қанша ұл бар, қанша қыз бар, Алланың берген, енді Алланың берген сый ғой. Және де бүгінгі таңда қай жерде қызмет атқарып жатсыздар, соны бір ауыз айтып кетсе деген ұсыныс түсіп жатыр енді. Мен 11-ден кейін қазақ түрікте оқыдым. Содан кейін мен сол университет, Сырдария университетінде 20 жыл істедім. 20 жылдан кейін мен Алматыға көшіп, қазір Алматыда колледжде, Қайнар колледжінде мұғаліммін, сол жерде оқытушымын. Құдайға шүкір, Алланың берген 4 ұлы бар. 4-еуі де аман, күйеуім бар, жолдасым сол Алматыда Басенова больницада істейді. Бүгін ауылға тойға кетті ол. Сол үшін келе алмады. Бір қайнағамыз той жасап отыр еді. Сол үшін келмей қалды. Білесіз ғой апайлар, көргенсіздер ғой енді жолдасын бұрын 20 жылда көрдіңіздер. Сол себептен келмеді. Сол үшін бүгін жалғыз келдім. Енді айып етпейсіздер, жігіттер, келіндер, сіздерге рахмет көп. Енді сіздерге азғантай болса да сыйлығымыз бар жігітпен келіншектерге. Мен сондай өзім. Енді Мейрамкүл әпше бәрін айтып жатыр, түсіндіріп колледжде сабақ беріп жатыр екен, шығармашылық табыс тілейміз. Тамада сен бет іздеусің, айта берсей деп жатыр, зарплата қаншалады екен деп жатыр, көрсеңізші. Он бір жылдық мектепті бітіргеннен кейін мынау Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетте білім алдым. Сонда қызмет жасаймын. Қазіргі қызмет жасап отқан жерім Өзбекәлі Жәнібеков атындағы педагогикалық университетте де, Әуезов университетінде де қызмет атқарамын. Аллаға шүкір, сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында жақсы дәрежелерге жеттім. 26 жыл
сол бір орында жұмыс жасап жатырмын. Екі қызым бар, және бір ұлым бар. Алла берген осы 3 перзентім бар. Жолдасым бар. Жолдасым жұмыс бабымен келе алмады. Бірақ сіздерге сәлем айтып жатыр. Сол менің бар. Қазір мен сол 2 университетте қызмет атқарамын. Жолдасыңыздың есімі кім дейді, не дейді? Жолдасымның есімі Ербол. Қарабатыр елінің келінімін. Темірлан елді мекеніне тұрмысқа шыққам, бірақ Шымкентте тұрамын. Шымкентке қыдырып келсеңіздер, тікелей звондап, қыдырып келіңіздер. Үйге қонақ болуына жігіттер, келіншектері, рахмет сіздерге. Осындай дастархан жайып, әдемі мерекелік кешті ұйымдастырып отқан Қуаныш, Нұрлан, жігіттердің барлығы, Талғат, Бақытжан, кім бар ба? Сапарғали, барлығы. Рахмет, сол жігіттерді поддержка жасап отырған келіншектеріне де мың алғыс. Сәлде анау, не дейді? Орамал тоң болмайды, жол болады дейді ғой. Кішкене біздің қыздардың атынан сыйлықтарымызды қабыл алыңыздар. Рахмет, енді мынау келін алыңыздар ма, қыз ұзаттыңыздар ма? Құда қаласа келін алыңыздар, қыз ұзатыңыздар, осы достарыңызбен құда болуға Алла нәсіп қылсын дейміз. Елімнің қонған жері ой болса екен, қорадан қаптап шыққан қой болса екен, Алладан жалбарып сұрайтыным, шаңырақтарыңызда әрдайым той болса екен дейміз. Сондықтан да келін алыңыздар. Енді әкелген сый құрметті кімдерден бастаймыз? Ер азаматтардан жоқ, қыздардан бастаймыздар. Бірінші, аспаңыздар бәріңізге жетеді. Біртіндеп тұрайық, бәріңізге жетеді. Кімден бастаймыз? Ер азаматтардан. Бәріне жалпы көрсетейін да, мына жігіттерге осындай бізде. Алға қазақ жігіттері сенің артқан жансың халығын өттері. Мынау келіншектерге Арнайы жеңгелерімізге, біздің ағаларымыздың Құдай қосқан өмірлік қосақтарына арнайы үйге ең әдемі қолданатын зат, ана мәнтіні түйген үйге. Бере берсін деген ниетпен ғой. Той болсын. Үйлеріңізден анау күнігде қазандарыңыздан ет түспесін деген ырыммен әкелдік. Той болсын, той. Той болсын. Рахмет. Әдемі табаша. Ол өлең қоймай тұрыз, кейін айтам өзім. Тұрыз, кеңес саған өте орынды. Енді мынау осы ән бағана қойылды ғой. Ол 80 жылғы ағалар бар, 82 жылғы жігіттер бар, 74, 75, 70 көп қояды ағаларымыз. Бірақ именно осы ән сіздер үшін арналған. 79-дар қайда деген. Дұрыс па? Сіздер құрметтеріңізге кеңес ағаның құрметіне. Ал кәдеге. Оқымай. Кеңес аға билей беріңіз, ансамблінің өзі қуып жетіп алады. Оқымай. Кет кәдеге. Оқымай. Жаппай ортаға биге шығамыз. Қос әпкеміздің құрметіне. Жоқ дейді, ал біреулер алматыда бақ дейді. Шымкенттің қыздары сын дейді, Ақтөбенің қыздары дін дейді. Құдаларым биле отыр дейді, құдашалар биле отыр дейді. Нағашы жұрт биле отыр дейді, құдағиым биле дейді. Ал кластастар қайда? Okmay.
Nesiben ama kıyamet kayıp Monday sınırtı sözlerge tülüm bilmeyit 6 жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым, 10 жарым, 11 жарым, 12 жарым Маза кетті ғой Осында енді шығып кетсін бағая Шығып кетсін бір тамаша есте қалатындай қылып өткізейік. Сыртта қонақтар түгелдей дастарға мәзірі жайғастырайық. Келіңіздер, құрметті сыныптастар, құрметті қимастар, сыйластар, достар. Жайғасайық, келіңіздер. Енді осы 30 жылдық мерекелік кешті баршаларыңыз бір чатта отырып, қашан өткіземіз, қашан деп дайындалып келдіңіздер, сәті түсті. Енді бүгінгі осы демалыс саяжайға, осы кешке ең бірінші келген қонақ Нұржан аға екен. Бір қол соқпай қояйық, Нұржан аға келіңіз. Ең бірінші келген қонақ, кезекші бөлек. Не деп атыр? Болды ғой кешегесін, келген ғой. Осы кеште кредиті жоқ қонақ. Ешқандай кредиті жоқ қонақ. Кеңіз, я. Қосып қояйық. ішпей кеткен қонақ. Арақты ішіп қойып кеткен қонақ. Одан кейін мен осы кеше білем да, тағы да ішіп жүріп қойып кеткен қонақты білем да. Талғат емес, ол күніге азанда таң 9-да менен бір келіп, кешке 6-да бір келді. Сабида Қамзор қосып қояйық. Талғат аға келіңіз. О, такие сыйлықтың ең зор дейді ғой сізге. Енді мына құрметті кеш қонақтары, ән көңілдің ажар деп бала тілі бал деген осындағы Амангелді ағамызбенен біздің Ақнұр жеңгеміздің кішкентай ғана бүлдіршін қызы мен папамның қуанышында 30 жыл мерекелік кешінде бір ән айтам деп келіп жатқан жағдай бар. Сондықтан да алдарыңызда Амангелді қызын сахна төріне шақырамыз. Бала тілі бал деген, бұлақ көрсе көзін аш деген алдарыңызда Амангелді ағамыздың Ақнұр жеңгеміздің қызы. Келіңіз. Құрдаса қояйық. Енді әуелі Алла ғой, одан кейін алғыс әкеге, алғыс анаға, алғыс бауырға, алғыс ауылға деген. Алғыс ән ма? Алдарыңызда таң
Шолпан деп керемет ат қойған, алдарыңызда ән шырқайтын Амангелді қызы Таң Шолпан қызымызға бір қол соғып қойыңыздар. Рахмет, Амангелді қызына Таң Шолпанға қол соғып қояйық мінекей. Жүргенше өз қолыңыз болыңыз. Кім? Жігіттер шақырайық, енді мынау айтып жатып қой, енді ары бері жүруді қояйық. Бұл енді осыдан жарымыз істеп жатамыз, сондықтан да мен енді бала күннен бар қызықты бөліскен, алыс кетсе сағынымен көріскен, келді осына бір топ кластастар бала күннен тайғұлындай тебіскен деп, тайғұлындай тебісіп біргескен осынаға ағалар мен жеңгелерді арнайы сахна төріне шақыратын болам. Атап айтатын болсақ, Нұрлан ағамызбен Нұргүл жеңгемізді, Қайрат ағамызбен Ақжарқын жеңгемізді сахна төріне мархабат, келіңіздер. Құрметті ағалар, құрметті жеңгелер, құрметті барша сыныптастар, осы бастан Мүлек Ассалаумағалейкум, Қайрат аға келіңіздер. Осы бастан келіс болатын шаруа, мен алдын сөйледім, мен кеш сөйледім, мен соңында сөйледім деп ешқандай өкпе-наз болмасын. Өйткені өзіміздің қуанышымыз, өзіміздің мерекелік кешіміз. Сондықтан да мен енді соңында қалып кеттім деген ертең маған қапа-кершіліктеріңізді айтып, жазған адамға қапа-кершілік айтып жүрмеңіздер. Сондықтан да
бүгін бәріміз тілек айтамыз деп келгенбіз. Ешқандай көп болмасын. Мына қызметтегі ағалар сіздерден өтініш, сырттағы қонақтарды дастарханға бір ескерту жасап жайғастырыңыздар. Айтып жаттық қой, ертең арнайы уақыт бар. Азаннан кешке шейін тауды айналамыз ертең. 3 күн уақыт бар. Құрметті ағалар, құрметті жеңгелер қауым, қош келіпсіздер. Енді арадан 30 жыл өтті, кластастар сағынысып, бір-бірімен енді әңгіме дүкен құрып, ұстаздар көріп, қауымын көріп, қуанып жатқан жағдайы. Ал енді айтып жатып қой, жұмыстарыңызға, шығармашылық кәсіптеріңізге береке тілейміз деп, осындағы барша сыныптастарға, ұлағатты ұстаздар қауымына өздеріңізден тамаша құттықтау тілек арнайтын болсам. Бір қол соғып қояйық кәдімгідей. Ал құрметті қонақтар, мен Тоскежегі Нұрлан Қабірейін деп отырмын. Неге десеңдер, бұл біздің үлкеніміз. Ең бірінші осы жасқа осы толады ғой, дұрыс па? Ол не ғой? Анаяқта келді, аяқта келді деген емес, бәріміз бір жерден шыққанбыз. Сен оны осы ең соң ма не? Жоқ, басы. Бірінші ән бар. Бақытжан аға. Сырттағы қонақтар түгел шығарып беріңіздер, енді мынау жайғасыңыздар. Айтып жатыр ғой, ертең уақыт бар. Қонақтар тілек айтайын деп жатыр, келіңіздер. Келіңдер бері. Таке, 10 мың теңге өсі болды, әкеш дейсіз. Қалған кім бар, далада кім бар тағы? Есік жауып қойындар, сырттағы есікті. Сәбет, берге бер, есік жауып қойшы, не алып кеттіш? Біздің әншімен не істеп жатыр? Әнші жолдас, сен берге бер, епірағына Сәбеттің қасы жолмыз, Сәбеттің сразу нөмір жатырсыңдар. Ладно, давайте. Келдім ама, мен түкелдендім. Саппен естіп жүрім, сыртта, не здрасте, не насетан. Ладно, еміз. Қарат, рахмет саған. Асаба, Тосбергенге рахмет, молодец, осындай көріп атсам ғой. Біздің 30 жылдық осы бір бүліктің ең төбесінде осыны ектті және инициатива бізден болған негізі баста. Соны сеп атырмыз ғой. Инициатива болғанда, инициатива сеттік, бірақ балдардың бәрі біздің бір сөзімізден да десең қолдарын көтереді. Особенно мен класс балдарым кенжіктер деймін, ол сразу да дейді ғой, сразу. Не дейміз? Хаджапай, Рафиапай келгендеріңізге рахмет. Өткенде оны да өзіміз инициатива айтқанбыз, сіздер келіңіздер, потому что 30 жылдық деген нәрсе бұл өте жақсы бір золотая середина да. Былай қарасақ бәріміз жастарымыз 47 келді. Ең бір пиктің ортасына келіп отырмыз ғой. Осы пикте келіп 30 жылдық тойлап отқан жеріміз бар. Енді айтуы қалай 20 жылдықта Рафиапай шақырғанбыз. Өзіңіз білесіз, Хаджапай сіздер келгенсіздер 30 жылдық, енді Құдай қаласа 35 жылдық сенбейді ойлап отырмыз, Құдай қаласа 35 жылдық, кейін одан кейін 40 жылдық болады. Біз сіздерді ұмытпаймыз. Хаджапай, если честно сказать, бәрін айтатын болсақ, енді 0 класстан бастап 1 класстан 3 классқа шейін сабақ бердіңіз ғой, сіз енді біз сізді ең жақсы көреміз да, бірінші ступень ғой енді. Сол кезде анау 5-6 класстарда Рафиапайдың арасында болмай тұрғанда Айшар апай келеді ғой енді, бұзық боламыз ғой енді. Еркеніш Хаджапайны шақырып келеді енді, апалдарыңыз айтыңыз, мыналарың бәрі бұзық болды, бұзық ғой дейсің, бойына көріп қой енді. Сол кезде енді Хаджапай келген кезде бәріміз балдарым, балапандарым, жандарым, тыныштандыр, Нұрлан сен особенно тыныштас, әлемей қаламыз ғой, бір сөйлемейміз ғой, дұрыс па? Рас қой, дұрыс па? Хаджапай келген кезде, Хаджапай болды. Нұрлан, балдар бәрі тыныштанып, сөз береміз. Сол кезде мысық болып боламыз ғой деймін да. Сол кезде анау, және Хаджапай бірінші класстан бастап бізде сөйтіп мен бір білетінім осы дастархан тұр, бәрі білесіңдер, бір Хаджапайдың бір осыған жоқ еді ғой вообще да. Бір оспаған еттім да және да. Бір сөйлеген кезде жандарым, сендер жақсы боласыздар, сендер алтынсың, сен бет басыңды бір сеп боласа, көтіміз келсе, бұл жатамыз ғой және да, әңгіме наша. Ол бір педагогический направление бойынша өте жақсы сабақ берді. Содан кейін мен де ойлаймын,
Мен Қадиша апай жақсы көрем, и басқа балдар да жақсы көретін дұрыс па? Қолдарын көтермеңізші осы класстас балдардың бәрін осы қаншалықты осы Қадиша апайды жақсы көретініңізді және. Екіншіден Рахия апайымызға, Рахия апай енді сізге рахмет, сіз де оқыттыңыз ғой бізді, шоқ істеп алған уақыттарыңыз болды. Бірақ енді бұзық ғой енді мойындау керек қой енді ішінен. Ол кезде шыда бәріміз ангелочек емеспіз ғой бәріміз. Үйттік маяқта жүріп бірақ Рахия апайға рахмет, оқыттыңыз Рахия апай. Бірақ енді 11 классқа жете алмай қалдық, Рахия апай, оны білесіз ғой. 10 класстан сындырып тастадыңыз ғой біз енді, бірақ 11-ге жете алмай қалдық. Енді жаңа әкем деген сіз сұрадыңыз ғой, қалай болды, өмірден қалай болып кетті. Біз 10 класстан кейін шығып кеттім, енді өздеріңіз білесіздер енді, с вашей помощью ар жақта бір нәрселер болып кетті енді. Бірақ енді бұзықпыз, мойындаймыз, дұрыс па? Мойындау керек ол кезде. Енді мойындаймын, ол кезде бұзық болып кеттік. Бірақ 11 класста Мальченко Нұртазардың мектеп бар, прогресте сөйде заочно оқып тұрдық, әкесі 11 класста бар ғой бізде. Кейінді қараңыз, 11 класс біз сөйде бітірдік, енді ары қарай өмір байын айтып берейін сізге. Қалай енді одан сен бұндай қалай болды, не болды сұрап отырсыз ғой жаңа. 11 класс бітіргеннен кейін мен технологический университетке оқуға түстім, заочно. Әуезов университет және Шопан оқыған жерде. Финанс кредит бітірдім сөйде. Сол банк финанс кредит өзіме мақсат қойдым да. Финанс кредит бітіргеннен кейін банкир болдым. Сол кезде банкир болдым. Банкир болғанда действительно жаңағыдай 5 банкта жұмыс істедім. Народный, БЦК, Евразийский, Казкоммерцбанк, БТА, ақырында Цесна банкты Астанаға мен шақырып алып самый лучший менеджер филиал болдым. Начальником управления осы жерге кеттім. Цесна банк полностью курировать өткен сол кезде Қазақстан бойынша. Одан кейін Самұрық қазына кетіп қалдым. Самұрық қазына білесіз ғой компания, нас компания қандай екен. Одан кейін Самұрық қазынадан кейін енді 2015-тен бастап өзім компанияны аштым. Құдай өшір қазір бір емес, 2 компаниям бар. Бір компания өзінің атында, келіншегім атында 2 компания бар. Біз енді біздің компаниялар Қытаймен, Европамен, Россиямен жұмыс істейміз плотно. Университеттерге оборудование, лабораторный оборудование поставлять етеміз. Енді біздің бизнесіміз саламыз айтайын деген жерде. Вот. Сол Құдай өшір бала-шаға 4 балам бар. Енді келіншегім Орайстың қызы. 4 бала туып берді, 2 бала, 2 қызым бар. Өзім жаңда 2008-2009-да балам туылды, жаңда үлкен заңғар 2 қызым бар, 2009-да заңғар балам бар, 2011 2 қызым бар, Адия жаңа деген. Кейін кішкентай жаңда Имаш деген балам бар. Жаңда бұзық балам жоғары бері, сол балам, сол. В общем, айтайын деген естіңіздер, біз сондаймыз. Сіздер көрген өте қуаныштым, класс балдар, бәрілерім оны сендер өте жақсы көремін. Келіншектердің ішін жақсы көремін. Бізде енді ағыластың балдардың ішінде 79, құда кім асаба. 79 деген кезде енді Шоқан Уәлихановтың ішінде 56 түлектеріміз ғой. Ең мықтысы біз шығарамыз, айтыңдаршы. Хadi енді. Ең ұйымшыл. Любой отырыс болсын, жиын болсын, Қадиша апай, Рахия апай тойларымызды күшті өтіп отырын. Бәрін бірімізде берікпіз. Той болғанда бәріміз жиналамыз. Той болмасын, қуанышпен қайғыры жағдайда болады да, қайғыры жағдай болғанда бәріміз біргеміз. Құдай шүкір, осындай класс балдарымның барына Құдай шүкір деп айтамын. Потому что бұл бәріміз бірлігіміз. Ол бірліктің ішінде біздің өзіміз жақсы араласамыз, класс балдарының әйелдеріне шөйді жақсы өтті. Өздеріңіз көріп жатсыз, Қадиша апай, Рахия апай қандай біздің келіншектеріміз қандай кім. Құдай қаласа бәріне тілейтін тек қана жақсылық тілеймін. Балдар бірінші очерк сендерге, келіншектер екінші очерк. Құдай қаласа дендеріңіз сау болсын. Құдай қаласа 31 жылда, енді жыл келсек 31 жылда, 31, 32-ке деп 35 несін күтеміз, айтшы қуаныш. Бәріміз жағдайымыз Құдай шүкір жақсы. 31 сек, 32 сек, апайларымыз отырайық, еркет отырайық. Сол үшін. 31 жарым істейміз, Құдай қаласа. Құдай қаласа. Кейін айтайын деген енді апайларымыз, тойларымызды шақырайық, қалай ойлайсыздар балдар? Біздің тойларымызда көрсін, біздің жетістіктеріміз көрсін, потому что қанша дегеннің кезінде кішкентай ол балапан болып оқыдық қой. Бұл кісілерді енді бізді үлкен болғанда қалай болады деген қызық қой бұл кісілерге деген айтайын деген. Сол айтпақшы, бүгіннен бастап апайларымызды тойға шақырайық. Растайсыздар ма? Қолдарын көтересіздер ма? Давайте, дәл тек тойда жүрсін, жақсылықта болсын. Давайте, рахмет бәрілерге.
Рахмет Нұрлан аға. Енді шамалы күннен осы келесі айдың ең бірінші осы Қуаныш ағам келін алайын деп жатыр ғой енді. Құда қаласа сол тойға келесіз, қос ұстаз апай. Келін алайын деп жатыр, құда қаласа. Арнайы шақыруға береді. Өзім апарып беремін мен өзім. Ал жеңгем жалғастыра ма, Қайрекең жалғастыра ма? Жұптарыңызды айырмайық, жұп-жұбымен айтсын тілек кезегін. Ал енді құрметті, во-первых, Хадиша апай, Рахия апай, аға келіп отыр, қош келдіңіз. Құрдастарым, почему? Потому что я тоже сама 79-го года, да, осы тоже майдың 23-не Орал қаласында Бөкей орта деген жерімізде осы 30 жылдық кездесуді өткізіп жібердік тоже благодарным организаторам. Біздің жетпістоғыздардың келіншектері, в особенности, вы самые прекрасные, самые организованные, вам большое отдельное спасибо, потому что сіз я десеңіз, наши мальчишки только за, да, как говорится, за любой кипиш, да. Сол өте қуаныштымын, что жаңағы Нұргүл, біздің издалека келген Алтынбек с Праги соған рецепт пландап, өз отпускында Қайрат Ақжарқын Алматыдан келіп отыр. Все остальные мы местные, конечно, өте қуаныштымын. Осы состав бүгін осы жақта, осы керемет жерде жиналғанына. Слов нету в нашей природе чемкенской, потому что, почему я говорю наша чемкенская, потому что у меня 5-летняя прописка есть в Чемкенсе. И мен с каждого разом в Чемкенске влюбляюсь. Жена осы видена өз классаттарыма жерлатарына, говорю, ребята, вот посмотрите, какая, говорю, у нас прекрасная, говорю, местность, қандай бізде тамаша природа, говорю, приезжайте. Вот таким же составом, говорю, мы в любой, говорю, момент можем вас встретить, пригласить в любые места, деп айтатырмын, да. А енді, если по поводу 30-летия, Нұрлан айтады оған, апайлар айтты, кезінде балапан деп сізді оқытты, вас вырастили, дали вам образование. Енді осы балапандарыңыз, конечно, кезінде вам, конечно, я понимаю, приносили, как говорится, неудобства, особенно біз Нұрлан, наверное, бұзық болған, в чем я 100% уверена. За это отдельно извиняюсь. Бірақ осы балапан меня выбрал в качестве жены. Чему я очень рада. Если, говорит, не наши ребята, қыздар, вы бы такие бы не были. На самом деле, ну кто знает, да, вот судьба на самом деле, да. Поэтому Нұрлан да үлкен рахмет за то, что я его жена, на самом деле, вот из такого вот небольшого балапанчика он в такого вот прекрасного превратился красавца, да, на самом деле. Еще вот жылдықтан мен даже, оказывается, өз күйеуімді көп мақтағаным, оказывается, в конце, я уже не помню, конечно, в конце вечеринки, и жена сказала, Нұргүл, ты прям мужа говорила, ну, потому что, говорю, есть о чем говорить, есть, алғыс айтсам, на самом деле, лишнее болмайды, да, сол, өте қуаныштымын, осындай біздің Нұрландардың класстастарына, осындай составтарына, қыздарына, в особенности, Жібек, Маржан, все, я очень вас люблю. Я сол тек жақсылық болсын, апайларға, сізге тек денсаулық тілеймін. Вам крепкого, кішкене орысша айтамын енді. Крепкого вам здоровья. Я құдай қаласа жана айтып отыр, жігіттер 35 жылдық, 40 жылдық соғанда құдай қаласа жеткізсін. Я тек жақсылық болсын, ребята. Нұржан, тебе отдельное спасибо. Я тоже была задействована, тоже те же самые футболки, бейсболки, что в Уральск, что в Чемкент. Уже система отработанная. Обращайтесь, если что, дегенерат. Организация вашего мероприятия на высшем уровне. Еще раз говорю, потому что мен класстастарыма жеңіватырмда, прям все, көрдіңіз, қыздар привет передают, тоже очень бы хотели бы. Поэтому, қыздар, балдар, бәріңізге үлкен рахмет за такую организованность. Бүгін бар, завтра тоже еще день есть, да, вот такая, говорю, вот такая атмосфера, она не всем дана, поэтому давайте осы күндерді жақсы бірге өткізіп алайық деп енді. Рахмет, тамаша. Ал енді тұлпарда да тұлпар бар, қазанаты бір бөлек, жігіт те бар, жігіт бар, азаматы бір бөлек деп келесі тамаша құттықтау тілек кезегі Қайрат ағамызға ұсынатын боламыз. Бір қол соғып қошеметтеп қояйық ардақтарыңдар. Ал қайырлы кеш қонақтар, класстастар, апайлар, ағайлар. Нұреке деймін да, банкер емес, мұғалім болуымыз керек негізі. Керемет достар айтып отырсыздар мынау.
не айтарымызды білмей қалдық қой. Баршаңызға мынау бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Айтпақшы жаңа билеп жатқан кезде біздің кішкентай қызымыз бар еді, Таңшолпан. Таңшолпан еді? Амангелді қызы Таңшолпан. Қайда? Мен бір сыйлығым бар еді. Оған мен айта берейін, шақыра бер. Амангелді Мынау жасамайсың ба? жоқ, бермеймін оны. Мынау керемет отырыс болып жатыр. Амат. Рахмет. Мынау көптен күттік негізі осы отырыста. Осы күнді көптен күттік. Мынау қазақ тойға тоймайды дейді ғой. Мынау тоймағанымыздан да 3 күнге жалдағанбыз апайгерді. Бүгін бастамаса ертең бар, ар күні шығып кет дегенше өшедіміз. Қалдырса қала береміз дегенде ғой енді керемет жерде. Мынау соның бәрі ненің арқасында? Мынау бәріміздің ұйымшылдықтың арқасында. Мынау сіздердің, біздердің, мынау жігіттердің әрқайсының келіншектерінің ұйымшылдықтарының арқасында осындай күнге жетіп отырмыз. Керемет отырыс болып жатыр. Тамада жолы сізге де рахмет. Сонау Асқатадан келіп қызмет жасап жатырсыздар. Тойымыз, Құдай қаласа, тойға жалғаса берсін. Мынау 35 жыл, 40 жыл деп жатыр ғой. Деніміз сау, 4 көзіміз түгел, аман есен жете берейік осы тойға. Сол үшін қойық. Қайрат аға, бір нәрсе есіне шығып бара жатыр. Жеңшемнің нелер екенін, Алланың берген неше ұлы, неше қыз бар екенін. Келе ғой балам, қызым. Айналайын бетіне. Алматыдағы бауырлармен сыйлық саған. Ал құрметті қонақтар, апайлар, класстар енді біледі, мен Рахи апай мен Хадиша апай бізге өте жайлы апай болды, негізі. Өзіме жайлы болды. Хадиша апайдан ешқандай таяқ жеген жоқпын. Рахи апайдан 2 рет таяқ жедім. Біреуі бір таяқ жегенім үлкен мансапты болды еді. Үлкен мансапты болдым, энергетик болдым. Екінші таяқ жегенім биіктен көрінді еді, Алматыдан біраз шықтым. Жұмысымыз бар, кәсібіміз бар, апайлар, уайымдамаңыздар. Алматыға келіңіздер, демалыңыздар, қыдырыңыздар. Келіншегім Ақжарқын, Оразгелдінің қызы, Жетісайдың қызы, врач, кардиолог, жүрек, анау үшін бәрі бар. Алланың берген 2 ұл, 2 қызы бар. Бізде Құдай қаласа дайын отырмыз тойға. Тойға бәрін шақырамыз. Құдай қаласа жаңа айтып отыр ғой, бүгінден бастап тойдан қалмайсыздар енді. Мынау кішкенде енді ренжімеңіздер, осы уақытқа дейін неғып айтпады деп, кішкене бала болдық, жас болдық, әрқайсымыз ар жақта жүрдік. Мынау енді ұйымшылдықты көріп отырсыздар енді бәріңіз. Қандай ұйымшыл екенімізді. Мынау Құдай қаласа жақында Қуаныш келін алып жатыр. Нұрлан сүндет той берейін деп жатыр. Араса тағы бір-екеу қосып кетейін деп тұр үшін. Сол бұл ма? Тойда кездесейік, Құдай қаласа. Сен жауын алар, жанарың, мені ойландырар, сенің қалауың, сүйемдеуге сені ұялғаным. Міне, рахмет, барлықтарыңызды бүгінгі 30 жылдық мерекелеріңізбен құттықтаймын. Өте керемет өтіп жатыр барлығы. Тамаша табиғаттың аясында пейзаж деген өте әдемі, көңіл-күй жақсы. Ұйымдастырушыларға да көп рахмет. Өте қызықты болып жатыр. Жылда әр кездесуде осындай амандықта бас қоса беріңіздер. Мұғалімдерге айтатын болса, рахмет сіздерге, бақытты балалық шақ үшін, жақсы білім бергендеріңіз үшін, осындай ер азамат қыздарды тәрбиелегендеріңіз үшін рахмет. Да, рахмет. За это тоже спасибо. Өте керемет өтіп жатыр. Біз Алматыдан келдік. Қонақ қылып күтеміз. Есігіміз сіздерге әрқашанда ашық.
Құрметті Нұрлан аға, құрметті Қайрат аға, жақсылыққа мінетін атың болсын, өсіріп отқан ұл қыздарыңыз Түркістан облысына әкім болсын, уайым қайғы жоқ болсын, өсіріп отқан ұл қыздарыңыз Астана қаласына сот болсын дейміз. Аман болыңыздар. Енді айтып жатсыз ғой, бүгін енді тамаша 30 жылдық мерекелік кешті ұйымдастырып жатсыздар. Мың алғыс дейміз, жұмыстарыңызға береке тілейміз. Құда қаласа 35 жыл, 40 жыл, 50 жылда ай Қайратжан 50 жылдыққа кеттік па деп бара беретін болыңыздар. Аман болыңыздар. Енді сіздердің құрметтеріңізге Затбек Көпбосын ағамыздың Ақкөйлек қызыл галстук деген бір тамаша әні бар еді ғой. Сіздердің құрметтеріңізге сонау Астана кентінен келген менің өнерде жүрген ағам, әрі ұстазым десе жаңылыспаймын, ұлағатты ұстаз Бекмұхан ағамыз сол Ақкөйлек қызыл галстук деген әнді сіздер үшін тарту ететін болады. Қабыл аласыздар. Той құтты болсын, мереке құтты болсын. Ансамбль әуендері. Құрметті түлектер, Қайреке, қыздарға қызыл галстук тақтық па? Пионерский құтты болсын тойларыңыз. Сіздердің құрметтеріңізге. Ортаға биге шықтық болады. Ажыл көздегі қыздарым, мектепке келіп кетауым, ұспақпен көздерді үйреткен, ей қырық әлі. Сырбайлы бар көкпенен келуші қыздар сәніміз, Ақкөйлек қызыл галстук, жарасып шегіп бәріміз. Сырбайлы бар көкпенен келуші қыздар сәніміз, Ақкөйлек қызыл галстук, жарасып шегіп бәріміз. Hey!